Барлықтарыңызға сәлем алейкум. Бүгінгі тақырыбымыз шәдда әрпін алдыңызда өттік қой. Яғни соған жаттығулар жасаймыз. Яғни мынау белгі қай әріптің үстінде тұрса, сол әріпті 2 рет оқуымыз қажет. Алдыңғы сабақта түсінікті болды деп ойлаймын. Жаттығуларға келейік. Әр сөзге, әр клеткаға назар аударыңыздар. Өйткені Құранда неше түрлі варианттар келеді. Сол кезде шатаспас үшін әр клетканы 30 рет қайталап шығыңыздар. Сіздердің бәрін 1 рет қайталап, сосын тағы да қайталап 30 рет істесеңіздер болады, немесе әр клетканың өзінің 30 рет айтсаңыздар болады. Өздеріңізге қайсысы ыңғайлы, соны таңдаңыздар. Ал бисмиллах бастаймыз. Роббә, роббә, я? Әннә, әннә. Тәббә, тәббә. Мына белгіні танып тұрсыздар, екі бә әрпі екеу болып оқылып жатыр. Шәрра, шәрра. Инна, инна. Сүммә, сүммә. Неқта мим екеу болып оқылып жатыр. Күллә, күллә. Ләғаллә, ләғаллә. Жәннәтә, жәннәтә. Бұл жерде нун әрпі екеу болып жатыр. Нәззәлә, нәззәлә. Ғалләмә, ғалләмә. Кәззәбә, кәззәбә. Ямудду, ямудду. Мим әрпі жоғалтып алмаңыздар. Осындай болып келеді Құранда. Шатаспайық. Ямудду. Яй әрпі. Осы 2 нүкте астында тұрса, яй әрпі екен ғой деп естеріңізде сақтаңыздар. Немесе 2 нүкте үстіне тұрса, бұл тә әрпі екен ғой деп естеріңізде солай сақтасаңыздар болады. Келесі. Ясудду, ясудду. Язунну, язунну. Хаққу, хаққу. Қаф әрпі екеу болады бұл жерде. Иннәкә, иннәкә. Ияка, ияка. Мына жерде созылады яй әрпі, алдыңғы сабақтан. Ұмытпайық. Ияка, ияка. Әлләзи, әлләзи. Әлләзина, әлләзина. Фәләммә, фәләммә. Миммә, миммә. Иннәмә, иннәмә. Күлләмә, күлләмә. Раббихим, раббихим. Бәшшир, бәшшир. Илля, илля. Әйюхә, әйюхә. Барлықтарыңызға сәлем алейкум. Сабақ бітті.